Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен песочное тесто мен етті самса жасайтын боламыз. Өте дәмді шығады. Жасалу жолы өте қарапайым, оп-оңай. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен ұнымызға сармайды салып, жақсылап езіп, крошка дайындап аламыз. Үстінен қаймақ саламыз. Қаймақтың кез келген процентін қолдана берсеңіз болады. 15, 20, 25 ешқандай разница болмайды. Үстінен 2 жұмыртқа, қопсытқыш және шым-шым тұз саламыз. Сонымен қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырымыз егер кішкене қолға жабысып тұрса, азырақ ұн сеуіп жіберуімізге болады. Енді қамырды пакетімізге салып, тоңазытқышқа 20 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біз салмамызды дайындаймыз. Салмамызға мен орташа көлемде 3 картоп және 3 пияз алдым. Барлығын турап болған соң, үстінен фаршты, бұрыш дәміне қарай және тұз саламыз. Жақсылап араластырамыз және де тұзы жақсылап сіңу үшін азырақ 3-4 ас қасықтай су қосып жіберсек болады. Қамырымыз дайын болды. Енді бөлшектерге бөліп аламыз. Қамырды таразыға салып, өлшеп отырудың қажеті жоқ. Мен көз мөлшерімен кестім. Қамырды жаяр кезде екі бетін ұнға малып алып, солай жаямыз. Қамырдың жайылуы өте оңай және бір-біріне жабыспайды. Енді самсаны өз қалауыңыз бойынша түйіп алыңыз. Мен 3 бұрышты етіп форма жасадым. Самсаларымызды табамызға жайғастырып алып, бетіне жұмыртқа жағамыз және әсемдігіне қарай күнжіт себеміз. Қызып тұрған пеште 220 градуста қызарғанша пісіреміз.
самсаларымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Видео ұнаған болса каналға тіркеліп, лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен болған Перизат, астарыңыз дәмді болсын.